biraz vakti olsun, insan amanlarına geçsin, zamanımız temiz olsun, amanımızdan boyayın. Kichkina bir padarımız var, o'zimizning Yusufay atidan, Adambayar atidan, Nurjandan atidan, Yerlan atidan, Nagash atidan padarımızı yedim. Ekler televizor. Alayda ko'pchilik qavm yurjur ağayın tuğan Xudo jannatına ilk balanın şahslığına jinoz zatımız barımız balalarımız baxtli olsun. Aynalaydan sen Akmal canım ekevin aklınızday tengchilik teng turib ekevin qo'l ustasib ömür jaslarımız uzak olsun. Balalar baxtli bo'linglar. El jurtning ayeli o'li bo'linglar. Dostlarının altında kalmaya, altında öpmeyi, ortasında çabuk yürüyün canım. Құда-құдағы тойларыңыз құтты болсын. Өмір тойы, көңіл тойы, үйлену, мәңгі өткен күйлену, ақ отаудың қабырғасы қаланып, дүниеге тағы еді бір отау. Кел сүймен маңдайынан еркінің, ақ ниетпен ақ отауға ел гүлім, шайқаршы бау сарабын бақыттың, қуанышпен мас болайын мен бүгін. Ой, Құдашыларымызды қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар ағайын. Әдем өлеңдер шығып отыр, байқап отырыңыздар, қадірлі ағалар, құлақтарың қалмыз. Мыңда бір рахмет, ал құдалар, ән, би, күй. Бейма, қандай ме? Дүние жүзінде билік төрт түрі бар. Грек, индийский, чемкенский, қайсыны дейсіздер? Ау, по-чемкенский. Онда мен сіздердің құзырларыңызға сонау Алматыдан асыл тобы келіп отыр. Мүмкін болса сол асыл тобын ортаға әдемі әнмен шақырайық, құдалар сіздер ортаға шығып билеңіздер. Қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар, эстрада жұлдыздары асыл тобы. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Ортаға, биле. Ассалаумағалейкум қадірменді қонақтар. Келіңіздер, орта ашыңыздар, билеңіздер, екі жас бақытты болсын. Той боласына ағайын. Бүгін той, бүгін қуаныш қадірменді қонақтар. Келіңіздер, той боласына ағайын. Өзіңді көріп келемін ері, сөзімді әлі айта алмай. Сыңарым болсаң, шарап болып жансаң,
иығымызды тұрып, шапалақ тұрып, бүгінгі ұлан асыр той жасап отырған дос басқа, дұшпан аяққа қараған заманда, нарық қуған заманда екі қазақтың бірінің қолынан келе бермейтін той жасап отырған біздің Емел ағамыз бен Гүлнар жеңешемізді үлкен қошамет құрметпен ортаға шақырайықшы. Келіңіздерші, Емел аға. Қабала, қошамет ағай. Емел аға, Гүлнар жеңешеме тойларыңыз құтты болсын. Тұла бойы тұңғыштарыңыз, жаңа көзімді ашып сүйгенім, бетім ашып өткенім деп қазақ бекер айтпаған шығар аға жеңге. Мынау өткенде бір ағамыздың тойын, 60 жылдық тойын жүргізіп отырсақ, ағамыздың 3 қызы, 1 ұлы, 1 келіні бар екен аға. Сөйтсе, 3 қызының үлкені тұрып айтады, әке, сіз бүгін 60-ға келіп жатсыз, тағы да 40 жас тілеймін әке, 100-ге келіңіз дейді. Екінші қыз тұрып айтады, әке, сіз бүгін 60-ға келіп жатсыз, тағы да 50 жас тілеймін, 110-ға келіңіз әке дейді. Үшінші еркек қыз тұрып айтады, әке, сіз бүгін 60-ға келіп жатсыз ғой, тағы да 60 жас тілеймін, 120-ға келіңіз дейді. Сөйтсе төртінші тұрған келіннен микрофон жұлып алып, әрине өздері бақпаған соң аузына келген айта береді ғой дейді да. Бағатын да қағатын да келін, сондықтан да келіннің қадамы оң болсын, құтты келін болсын деп осы ағамыздың жеңгесін қошамет. Мына өзі жалпы аға, біз сізде 2 ұл ғой, осы қазақтың санын көбейтетіндей ұл қыз болсын. Жалпы мынау орыстар «Я люблю тебя до слез» деп жүріп 2-ақ бала табады екен аға. Ағылшындар «I love you» деп жүріп 1-ақ бала табады екен. Қытайлар «Құян-сұян» деп жүріп негізі таппайды екен баланы. Қазақтар ғой әрі жат, бері жат деп жүріп 15 бала табады екен. Сондықтан да осы сіздің ұрпағыңыз жалғасатын Төле би бабамыз айтқан бақ дегеннің ұзатылған қыз, байлық дегенің ерейтұғын мұз, ер азамат деген артта қалған із дейді. Осы ер азаматыңыздың жолы оң болсын, ат байлап түсер бір жанұя болсын деп тағы бір шапалақ ұрып қойды. Сіздердің қастарыңызға бүгінгі таңнан бастап қазақ құдасын құдайындай сыйлаған деген қазақтың баласымыз ғой. Біздің төрден орын алып отырған қадірлі құдаларымыз Қазыбек құдамыз бен Майгүл құдағиымызды үлкен қошамет құрметпен қастарыңызға төрт көзіміз түгел болсын деп ортаға келіңіз, құрметті құдалар. Ерекше бір шапалақ ұрайық, қыздың Ақмаралдың ата-анасы қошамет құрметтеріңізбен. Шаңырақ сіздікі, той сіздікі, дастархан сіздікі, ұл сіздікі. Бірақ дегенмен мен тағы да қайталаймын, құда қазақ құдасы құдайындай сыйлаған деп. Сіздер біз, яғни қыз алып отырмыз. Сондықтан да біз құда мен құдағидің алдында сәл ғана кінәлаумыз. Сондықтан да мен сіздер рұқсат етсеңіздер бірінші микрофонды біздің ұлы мәртебелі құдамызға бергім келіп отыр. Әрине елдің қошаметімен ағайын. Бәрдеріңізге рахмет. Бүгінгі біздің балалардың қуанышын бөлісіп осы тойға келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Балалар бақытты болсын, дендері сау болсын. Мына құда мен құдағиға қазақтың мақалы бойынша күйеу 100 жылдық дейді. Құдалар 1000 жыл өмір сүрсін, 1000 жыл құда болайық. Бәрлеріңіздің дендеріңіз сау болсын. Осы балалардың, осы Еміл құдамның, Гүлнар құдағидің шаңырағында әрқашан той болсын. Сол тойда өсіп сіздер мен біздер жиналып отыра берейік. Той-тойға болсын. Құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағилар, бүгін мына үлкен ақ шаңырақта 2 жастың семья болуымен құттықтаймын.
Екеуіңе тілейтінім тек қана бақыт, бақытты болыңдар. Бір-бірлеріңді сыйлап, енеңді сыйлап, атаңды сыйлап, аман-есен болып жүре беріңдер әрқашан. Сіздерге барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, осындай той болсын сіздерге. Құрметті қонақтар, құда-құдағилар, осы тойды бізді сыйлап келіп отырған Алматыдан менің сокурсник жолдастарым, осы жерде бірге мектепті бітірген жолдастарым. Осы бәрі сұрап келгендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Мен айтамын, енді мына 2 жас бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын. Бізге бар жақсылықтарын көрсетсін, осы тойда отырған бүкіл қауымға. Кешелі көп сөздер айтып жатыр, осы Қазақстанға тағы бір семья қосылды, сол өте бір үлгілі болсын. Бәріңіздің келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Дегендеріңізге көп-көп рахмет. Мына 2 жасқа тілейтін тек қана бақыт, аспанымыз ашық болсын. Екеуіне мәңгі махаббат тілеймін. Бақтарыңыз жазылмай, өстіп қосақ-қосақ жүре беріңіздер. Әмин. 2 жасқа подаркым бар, соған табыстаймын. Әрине, қазір құдағи, сәл кідіре тұрмыз, оны табыстайтын уақыт бар ғой, қолдайға шығып кеш біздікі. Самый главный айттық қой. Шапалақ ұрып қой бұда, сыйлығымыз бар. 2 жас, рахмет, орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Енді Иван аға, мына жерге сіздер былай қарай жүріңіздер, бір-біріңізге жоқ, аға, құда-құдағи сіздер осы жерде. Аға тәте сіздер былай қарай. Құда-құдағи деген сіздер, аға тәте деген сіздер. Осы жаққа келіңіздер. Мынау қазақ айтады, орындарыңызбен ауыссаңыздар. Не болды сіздерге? Қазақ айтады, несінде құда-құдағи болдыңыздар, төс сүйіспесе, бет сүйіспесе дейді. Қазақтың тарихына көз жіберіп, салтына сүйенсіп, қазақ жеті қырдан асып барып, жалғыз таудың түбінде сенде қыз бар екен, менде ұл бар екен, екеуміз құдаласайық деп барып құдаласқан аға, дұрыс па? Сондықтан да сөйтіп барып аттан алмастырып мініп, ауылына қуанышпен шауып қайтқан. Сондықтан да біз қазір енді осы елдің арасында, әрине біз таудың арасында той жасай алмаймыз, енді дамыған қазір ғой, Құдайға шүкір. Сондықтан да аға, құдаңыздың аты қалай? Құдаңыздың аты? Қазыбек. Құдаңыздың аты қалай? Қалай? Құданың аты? Ой, бәрекелді, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал, сіз қазір бастайсыз, 10 қолды көтеріп, Қазыбекпен құда болдым деп бастайсыз, 10 қолды көтеріп. Сіз 10 қолды көтересіз, емелімен құда болдым. Иә, жоқ, жоқ, әлі емес қой аға сөзді. Достым, екінші сөзбен, Қазыбекпен құда болдым деп 2 қолды көтеріп әкеп, сіз емен құда болдым деп әкеп, төс түйістіресіздер. Келістік па? Ал кеттік, бастаңыз аға. Аға, аяқ қолымыз бірге істейтін ағазы. Бірінші қолды көтерсеңізші құдай, қазақтың, сөйтіп. Ал, бастаңыз. Қазыбек. Жоқ, сіз әлі жүрмесеңіз шағыр. Бастаңыз. Қазыбекпен құда болды. Ой, аға кішкене қаттырып айтсаңызшы. Ой, көтеріп тұрыңыз енді. Қазыбекпен құда болды деп жүріңіз енді. Сол қолды көтеріп. Бірге. Қошаметпен. Қабалақпен. Бәрекелді, қолай қарай тұрыңыздар. Құдағи. Құда құрдасындай болсын, құдағи кластасындай болсын дейді қазір заманда. Сондықтан да қошамет құрметпен Шымкентке билеп барып, құшақтасып ал келді. Мынау Аңсар Келінжан қазақ айтады, еркек үйдің құлпы, әйел оны ашатын кілті, енесі үйде жатып онда бұратын пульті дейді 2 жаста.
Сондықтан да екеуіңіздің пульттарыңыз міне тұр. Осы екі кісі тату болса, сіздер тату, дұрыс па? Сондықтан да осы шапалақ ұрмызды шайамай. Енді аға, қазақтың құда-құдағилар, қазақтың ұлттық биі бар ардақты ағайын. Қандай? Қара жорға емес. Қандай? Тамаша емес. Құдағи қашып құда қуған деген біздің би бар біздің. Аға, сіз құдағимен, құда, сіз біздің жеңгемізбен. 1 минуттық би, дискотека под Чемкенский. Ал келді, аға. Аға мен. Қошаметтеріңізбен әрине. Құлындарыңыздың түйе қатайып тұлпар болғаны күні құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. 1000 жылдық құда-құдағи болуларыңызға болсын. Мен жалпы ел тілектес. Bir көтеріп барып алып қойыңыз. Барып тақырып қалар, бір көтеріп алып қойыңыз, құда болып. Бақа көтеріп қойыңыздар дегенім ғой. Сіздер де осындай ата-ананың құрметіне, құда-құдағиның құрметіне әдемі музыка жібер, ақ ниетімізді ұқтырып, орнымыздан тік тұрып, бір бақал көтерейікші ардақты ағайын. Бәріміз қошаметпен ата-ананың құрметіне, 2 жастың құрметіне, бүгінгі отбасының құрметіне бір көтеріп орнымыздан тұрып. Бәрекелді. Қадірлі ағайын, қазір мен аман қарай баған тойдың басынан бастап осы тойдың ортасына дейін келсем, біз бүгінгі тойда бір тамада емес, бір әнші емес, бір биші емес, бір күйші емес, бірнеше тамада, бірнеше әнші, бірнеше күйші болып жүргізіп жатырмыз. Сондықтан да Алматыдан келіп отырған менің әріптесім бағана тойдың басында келіннің мені керемет беріп ашқан Албанның баласы, жаңағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актері, менің әріптесім Еркебұлан ұлдарыңыз шақырып, тізгінді сол ұлдарыңызға беремін ағайын. Сіздермен бірге болған менің әріптесім Арғынның тумасы Талғат Әуезов театрының актері. Жақында Қазақстан бір телеарнасынан көрсетіліп жатқан Парыз сериал фильмінің кейіпкері Дуғол Шабалақ. Ағайын, мен өзімнен Таштыралман жігітейдің жастайынан топты жарған. Ассалаумағалейкум аталарым, жүзінде иман қолына тәспі қалған. Армысыздар ағалар мен жеңгелерім, шешек атып бір жарған жасшынардан. Бүгін міне ауылында жалайырдың той болып жатыр, дүрмектеліп бас құралған. Бұлардың өздері де мықты емес пе, бабалар болған соң жақсылардан. Жырласам, мырзаның мырзалығын құтылып кетер деймін Таспығаудан. Естілетін жалайырдың жігіттері қойға мініп жүріп қасқыр алған. Жіберейін сарнатып күй тақтайды. Мен мақтасам жалайырды бұл халқым қалай ғана қол соқпайды, а? Сауысқан ел қитетсе қипақтаған, арыстан ел жалынан сипатпаған, арыстандай жалынан сипатпаған. Аман болсын елдің ұрпақтарды. Тағы құрмет қошеметтеріңіз. Ал тойға келген жамағат бәріміз сізге арналады. Бүгінгі мынау жиында қуаныш құрсын салтанат. Дарындылар алғалап, ағайындар жалғалап, дастарханға жайғасақ, барлығыңызға мархабат. Ойыңызға қан тарап, ойыңызға ән тарап, асатасы, нанманап, шоколад, мармелад, барлығынша қармалап, мал етінден әрі болады. Тұздықпенен нарынан, шектенен қарынан, ет жебет деп, 100 грамма бет деп, бауырсақ қаймақ, ауызға айнап, шайнап, күліп ойнап, асқазан майнап, ажарларыңыз айбат болып тұрсынарды ақтағайын. Олай болса, тойымыз одан әрі жалғастырамыз. Аңсар көңілге қалайын алайын. Қалай үйленген жақсы ма? Айбат па?
басында бәрі сөйтіп айтады. Ал енді ардақты ағайын, көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, ақырын қойды өз кезегіме. Сөз кезегі міне бағана өздеріңіз көрдіңіздер, Талғат бауырымыз екі жақты шығарып, төс қағыстырып, бет сүйістіріп, бокал түйістіріп жатыр. Қазақ айтады ғой, жабыдан айғыр сал, құйрық жалы қабы деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп жаманнан қатын алзымаңыз. Жабыдан айғыр салсаңыз жауға мінер ат тумас, жаманнан қатын алсаңыз топқа түсер ұл тумас дейді. Мінекей екі жақсының құда болғанына куә болып, олай болса сол куәлікке тілек айтатын ағайындарды ортаға шақырайық ардақты ағайын. Олай болса Аңсардың туыстары аға әпкелер Қасым, Алпысбай, Алтыншаш, Ұлжамал, Айжан, Жомарт, Забина, Қаси, Кемал, Мархабат, Болтабай, Роза, Азат, Гүлмира, Әлия, Дәулет, Назгүл, Иманғали, Тасманбетова елмен. Туғыл жабалақ қонағына. Келіңіз ардақты ағайын. Той сіздерге бәрекелді. Не істейміз? Ағайын, 90-ау сөздің толықтай түйінін айтамыз деп шықтық қой, иә? Бәрекелді. Мұрттан бастаймыз ба, жұқтан бастаймыз ба? Бәрекелді, ал аға мархабат. Ал құрметті қауым, мына бүгін жетісу жерінде Балапиян әулетінде үлкен той болып жатыр. Айтады ғой, үлкен кісілер қызды құяға, ұлды ұяға, қызды құяға орнатып, әр семья қылып, мына үлкен атамыз Байтұрған мен Зағият әкеміздің өз балаларын семья қылып атқарып, бүгін мына немересінің тойына келіп отырсыздар. Енді бірінші немересі. Бұл кісілерге енді не айтам, мына құдағи, сіздердің де мына қуаныштарыңыз, той сіздердікі де екі жаққа бірдей ғой. Сондықтан не айтам, сіздерге зор денсаулық, ауызбірлік тілеймін. Еміл, Гүлнар, атамыз айтады ғой мына, бала, әке мен шешенің қадірін балалы болғанда білесіңдер. Сондықтан өз өмір айналдырып келеді. Енді бұны сіздер келін түсіріп отырсыздар. Келіндеріңіз оңаяқпен болып, сіздерге құт береке әкелсін. Семьяларыңызға қуаныш әкелсін. Енді екі балаңыз үш бала болып отыр. Келіннің аяғы құтты болсын. Сіздерге әр уақытта қуаныш алып келсін. Ал құрметті інім Еміл, келінім Гүлнар, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, келінім құтты болсын. Күйеуіңіз 100 жылдық, құдамыз 1000 жылдық болсын. Келіннің аттаған босағасы құтты болып осы тек қана қуанышпен бақыт әкелсін. Бақыт дегеніміз не? Бақыт дегеніміз жер ананың амандығы. Бақыт дегеніміз отанымыз бен еліміздің амандығы. Бақыт дегеніміз елімізді басқарып отырған азаматтардың амандығы. Бақыт дегеніміз балалар, әке шешелердің амандығы. Бақыт дегеніміз 12 мүшелерінің амандығы. Бақыт дегеніміз Алланың сендерге жүректерге тек қана жақсылықтың нұрын құйғандығынан осындай сендер үлкен азамат болып, үлкен той жасап, бүкіл халықтың алдында мінекей куә болып, осы тілектің бәрі сендерге аманат, осы тілектің бәрін орындайтын өздерін, аталарын сыйлап, тату-тәтті болып, сабырлы болып, бір-біріңді сыйлап, ұзақ мәңгі мөлдір махаббатпен ұрпақтарын жалғастырып, әрқашан туған туыстарыңды тек қана қуанышпен шаттыққа бөлеп жүре беріңдер айналайындар.